Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видео басталмас бұрын лайк бас, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін менің каналымда қонақта менің сіңілім Көркем. Менің туған сіңілім бастаңыздар. Бүгін біздің видеоның атауы мені жақсы тани ма менің сіңілім. Вот сол. Бізде түсінді. Енді өз сонда ғой қасым. Мен осылай чатпен жиырмасырақ сұрап алдым. Екасы қоятын боламыз. От көрмей тұр ғой мені. Давайте, басталды. Менің толық аты жөнім. Айтбек Асар Олжасқызы. Мен қай жылы дүниеге келдім? 2014. Мен қай қалада тұрам? Алматыда. Менің сүйікті түсім. Қара және ақ. Қарамасай. Айтсай? Қара және ақ. Менің ең жақсы көретін тамағым. Манты мен борщ. Мен қай пәнді жақсы көрем? Сен ба? Дене шынықтыру мен ағылшында. Мен қай пән маған қиын? Дүниежүзі тарих. Тағы бар. Қазақстан тарихы. Жоқ. Дүниежүзі тарих қиын, потом Математика. сосын. Сосын орыс тілі. Иә. Бос уақытымда немен айналысқанды ұнатамын? Макияж жасап. Менің сүйікті әншім немесе тобым. Сен сүйікті тобың Мейрам кино студиясы. Ей, әнші! Әнші ма? Әншім, сүйікті әншім. Сен сүйікті әншің ба? Баян Сұлу. Сүйікті әншімнен топтары, топ құраса ғой, типа, сондай. Баян Сұлудың тобы жоқ қой. Мен білмеймін ғой. Альфа. Альфа ма? Да. Мен қандай музыка тыңдағанды жақсы көремін? Баян Сұлудың музыкаларын. Именно қай музыкасы? Именно бит чабағы. Сондайым бар енді ма? Сондай білемін. Менің сүйікті фильмім немесе сериалым. Қорғансыздар. Сосын. Сосын қандай кино? Мам. Ей, мамадан сұрап болмайды. Білмеймін. Қорғансыздар және де мен түскен кино. Көңілсіз қол. Мен таңмен тұрам ба, или таңда оянып алам ба, или түнде оянам ба? Түнде оянам. Мен тәттіні жақсы көрем ба, или ащыны ма, тұзды? Мен тәттіні жақсы көрем ба, или тұздыны ма? Тұздыны. Менің мінезім қандай? Ашық, тыныш, эмоциялы. Эмоциялы. Тағы бар. Біресе күледі, біресе жылайды, біресе мұңды. Мен құтырып қалған адаммын. Біресе жылып тастайды. Мен құтырып қалған адаммын. Менің ең үлкен арманым. Сенің ең үлкен арманың актриса болу, визажист болу, мұғалім болу. Мен қандай мамандықтар маңдаймын? Актриса уж болды мынау. Мұғалім, визажист. Мынау емес шығар әншілей. Мен үшін ең маңызды нәрсе. Сен үшін ең маңызды нәрсе. Сен үшін ең маңызды нәрсе. Іңкәр ғой. Емес. Ол не? Скутер. Скутер мен квадроцикл. Мен скутерім бұзылып қалды. Мен оны 3 жыл айта бұзып жүрдім. Квадроцикл бензин бітқан болса екен деп ойымдап жүремін. Енді жолда мен мысалы бакпен айналып бардым ғой, келесі көшеге. Сол жерде бензин бітіп қалса мен үйге дейін сүйреп әкелмейтін шығармын. Тем более квадроцикл ауыр деген сияқты. Ал скутердің ол жүрмейді ғой, квадроцикл скутер емес қой. Ал скутерде онда енді ол типа заркас бітпейді. Оның заркас бітсе де сырғанап келе береді. Дамын жүресінде болады жеңілдірек. Ал квадроцикл ондай сүйрелмейді, ауыр да, тем более. Мен қай мезгілді жақсы көрем? Жазда. Не далаға қарай бересің сен, ей?
Жасмин жақсы көремін, понятно, жаса бізде барлық көшен балалар шығады, и біз ойнаймыз, прям қызық болады. И бізде менің подругам, Ұрысқан менен қазір Інжу деген қыз бар, оның тәтесі келеді, Кәусар деген, Ұрыссамыз, жұлысамыз. онымен ұрыспаймыз. Онымен ойнағанбыз, сөйтіп ойнаймыз. Өйтіп қырқыспаймыз ғой, қуасың ба? Сөйтіп сонымен ойнаймыз, скутер айдаймыз, ойнайтынбыз. Қазір ұрысқаннан кейін біз онымен араласпай кеттік. И Марленнің ағасы келеді, потом онымен тоже ойнаймыз деген сияқты. Менің дос туралы көзқарасым қандай? Мен типа достарым кім? Достарым ба? Аяру, Роза, Тоғжан. Сыныптан барлығы менің досым. Бір подсказка бересің. Іңкәр. Сосын. Мына жақта Аярудан басқа подругам жоқ. Осы көшеде бар. Осы көшеде ма? Атайын салайын ба? Жоқ. Айжан ше? Аяржан бар, Амина бар. Сосын Інжу менің шыққысында Інжу менің досым. Сосын Інжу Маржан бар. Екі көшенің ортасында тұрады. Потом Інжу мен Медиамен шыққысында ол менің достарым. Олар менің кешірім сұраған, бірақ мен өзім кешірмей қойдым оларды. И Айдын, Марлен, Абай. Общем, көшедегі барлығы, осы көшедегі барлығы досым, ана көшедегі барлығы досым. Потом сыныптастарым. Барлығы менің досым бола береді. Менің достарым көп, осы көшедегі барлық бала менің досым, ана көшедегі барлық бала менің досым, бірақ ана көшеде негізі бізде Марлен, Абай, ойбай Марлен ек болған. Абай мен Айдын тұрмайды, просто олар туысқандары ғой Марленнің, содан кейін біз дос болғанбыз. Інжудің де туысқандары. Кәусар. Алихан деген ба бір бала бар. Мен өзімді бір сөзбен мен өзімді бір сөзбен қалай сипаттаймын. Негізінен күлкісі сенмеңдер, бұның күлкісі ешақтың күлкісінен ары. Өтірік атма тығылмаш. Сен аузында деп күлген адамсың ғой. Өтірік күліп атайын, аузында ашып күле бересің да. Білмеймін ба? Мен өзімді бір сөзбен қалай сипаттаймын. Кім дұрыс деп тұршы? Бір сөзбен, сен сөзбен сипаттамайсың. Енді. Сен сөзбен сипаттайсың. Өзіңді молодец. Мені біледі екенсің. Давай тағы да сұрақ қойып тастайық. Әр уақыт барамын. Давай. Қазір. Енді тағы 5 сұрақта. Енді әр уақыт бар. Енді жазылып кетсем өлейін ба? Мен ренжігенде не істеймін? Сен ренжігенде ұрсып тұрсың. Мен адамдарда ең бірінші нені байқаймын? Адамдарда ең бірінші мінезді құлқын байқайсың. Мен жалғыз қалғандықтан ба әлде адамдармен болғанда ма? Жалғыз болғанда. Қорқам жалғыз өзім. Мен достарым көп болғанды қалаймын. Мен үшін бақыт деген не? Сен үшін бақыт деген ұрсып жазу десің. Кетші. Айтпа. Сен үшін бақыт. Айтайын ба? Жауап беремейсің ба? Айтсай ба? Білмейсің ба? Отбасым, сыныптасым, достарым, скутерім, квадроциклым, телефоным. Бәріне неге заттарды осы жерде? Егер бір тілекті орындауға мүмкіндік болса, мен нені тілер едім? Сен ба? iPhone 17 тілер едім. Pro Max. Сосын? Сен біреу-ақ дедің ғой? Сосын? Тағы не? Сосын скутерім аман-есен жөнделіп кетсін. Қаз. 30 сұрақ ба? Қарсы. Арақ. Қаңдар, арақ. Арақ жедім ба? Мен өзімді қай кезде ең бақытты сезінемін? Сен өзіңді скутерін жөндергенде. Сосын? Сосын iPhone 17 алған кезде. Сосын? Сосын да. Сабақтан 5 алған кезде ғой. Мен саздан 5 алған ба? 5-іңде енді
7, 8, 9, 10 дегендер алган болот. Сосын. Айта берсең, билмейм. Мен ашуланганда тез басыламын ба, эле узакка созуламын ба? Азакка созулат. Кырсып жолоп бир саатка. Мен кандай сыйлыкты катты багалаймын. iPhone 14 Pro Max. Эй, ол эмес. Сен бар. Барлык косметиканы алганмын. Потом айтайын ба, менде көп скутер алып бергенди, айфон алып бергенди, отбасым берген сыйлыкты, подругаларым берген сыйлыкты, достарым берген сыйлыкты. Тағы да алтынчысы. Любой. Мен үчүн адалдык эмнени билдирет? Сен үчүн адалдык жок. Адилдик жерде де жок, көктө да жок десең. Болочокто өзүмдү кай жерде елестетемин? Болочокто өзүмдү Дубайда элестетем. Казындайм, Дубай эмес. Эми Дубайга баргым келет, бирок мамалар айтты. Эң биринчи биз Турцияга барамыз деп. И вот менин видеом бүттү. Кубаш Астанага деп го. И всем пока.